Республиканың тел, литература, паза тархын сұрғыларын істес еткен институттың ұстағычысы Нина Майнагашева, археолог, тархын наукаларының докторы Леонид Кызласовтың тоғыстарының чүйіндізі шархасықынан оға танылы керектіп танықтан. Оға ұлық паза керек тоғыс етіл барды. Саблық ученый Хакас теленің сықшатқан газетінің шүқтызы тозы ынағылысқан. Аның статьялары бастап қызыл ал, аның Ленин жолы, соның Хакас тере газетеді сықтырғанар. Ол хайдығы сақсының анасқар жан болыр мен сақчым. Газета келше полғынды Хакас тілігі ибзері, сөйбірзері келше. Кізлер пістің Хакас шоны поздың тархынын жақсы білзінер түхе, тархынны піліп, поз шонының ұлғыларыпстың шоларының тархынның бұғдар қызыныр. Оланы андығы пөгінің басқан. Ученыйның архивында 1940-жылардағы Қызыл ал газеті хайралылшы. Ана ол тұстың сығары Леонид Романовичтің статьялары Хакас тіліне тілбістеліп, рықы базы кішік алардағы шонға шитұрған. Хабыржы базы писатель Людмила Костякова ол испай теке барбазын, аннан амға түл танысынтып, басқа-басқа жыларда жарық көрген тоғыстарыны шынды идіп, сығарыбзарға сақсы тұдыпсқан. Прай сағынғым Хакасылының сықын статьялады делі сығарыбзағы шынды идіп. Аның пазыла көрзім Леонид Романовичтың статьялар позының Хакасыліне тілбістіл барғын пейлін газетті. Аның сақчам әкі жыртық бұл барды. Аның арды бұл ұлық тоғыс етіл барған. Шынды бұрынғылар істерін хорбалаптып адалша. Полиграфия сарайынан ол уға пөзіксінде сығарылған. Анды көп сом, олар аймақ жорықтарда иділгенер. Наука статьялары олың иқығырғыжа білдістік тілінен пазылғанар. Олар Хакас онының бұрынғы жұқтызына база аның пүйінгі ақырсын осырғыларына шардылшалар. Мұндық Леонид Романовичтің пазылған статьялар. Оларны ученыйлар, писателер, хабыржылар тілбестенер. Яков Сунчугашев, Кузьма Потачаков, Моисей Баинов, Каркей Нербышев, Михаил Чебадаев. Ол статьяларда, мультативген статьяларда, хығырға уға ой, ноға, олар орты Хакас тілінің фазы. Олардың жоқ тағылар орты берілікті. Что қадіре статьялардан бұқы қызыға, ситік хығырға. Олар орсының қадіре копировали бұшы. А мұнды бұл статьялар, тілбістірген статьялар қайдары жақсы. И ол жоқ тағылар, ол статьялар сағынышлық, том Хакасының. Именно ол Бұрынғылар істерін хорбалып ішінде 500 саны сығарылған болған. Ученыйның бархазы Роман Игоревич Кызласов ақшының болызып, қозы 100 экземпляр сығарылды. Бұл шапсық кенде школа пызы ал город библиотекаларынша тарадылар. Алексей Баргаяков, Владислав Пустовой, хабарларға.